Баршаңызға сәлем, сіздермен Балнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге лағман қамырын созуды көрсетемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Өте оңай, жеңіл созылатын тәсілдермен бөлісетін боламын. Ал ендеше бастаймыз. Ыдысымызға салқын су құямыз, дәміне қарай тұз саламыз және үстіне жұмыртқа салып, араластырып, ұнымызды шетінен салып, қаттылау етіп, қамыр илейтін боламыз. Егерде араларыңызда жаңа көрермендер болса, маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Одан соң қамырымызды 20 минутқа тындырып қоямыз. Қамырды тындырып болғаннан кейін осындай қалыңдықта жайып аламыз. Одан соң ұзынша жолақ тәріздес етіп кесіп аламыз. Осылай барлығын бір тегіс етіп жайып аламыз. Енді ыдысты майлап аламыз. Қамырды орап, ыдысқа жайғастырамыз. Бетіне май жағып қоямыз. Қайтадан жаңағыдай қайталап жасап отырамыз. Лағманның қамыры өте әдемі жылтыр болу үшін міндетті түрде бірнеше рет қайтарып илеп, созып шығамыз. Барлығын майлап, бетін жауып 10 минутқа тағы да тындырып қоямыз. Он 15 минут қамырымыз тынып болды. Енді соза беруге болады. Қамырымызды осылай қолымыздың алақанымен тарта отыра бір тегіс етіп шайып аламыз. Лағман қамырына май жағылғандықтан оны созу өте оңай әрі тез созылады. Егерде қамырыңыз жақсы июі қанып, тұзы мөлшерде болса, қамыр тез жайылады әрі созылады.
Енді қайтадан ыдысымызға орналастырып шығамыз. Барлығын солай жасап, қайтадан бетіне май жағамыз. Осылай шетінен алып, созып отырамыз. Қамырымызды алақанмен есе отыра, арқан сияқты етіп созамыз. Сонда біздің қамырымыз бір тегіс әдемі болып шығады. Барлығын осылай созып алып, ыдысқа орналастырамыз. Барлығын созып болдық. Енді қамырдың бір шетін ұстап, екінші шетіне қолымызбен іле отыра тартып созамыз. Енді осылай іліп алып, столдың бетіне бірнеше рет ұрамыз. Лағман қамырының құпиясы ол созылуында. Егер де жақсы иленсе, июы қанса, тұзы орнында болса, осылай бір тегіс әдемі болып созылады. Екінші қамырымызды да дәл осылай іле отыра, қолымызбен тартып, столдың бетіне бірнеше рет ұрамыз.
Міне біздің қамырымыз дайын. Енді қамырымызды қайнап тұрған суға тұз салып, қамырды 8-10 минут уақытта пісіріп аламыз. Шанышқымен араларын ашып аламыз. Қатты иленген лағман қамыры ешқашан езілмейді. Қамырымызды ыдысымызға сүзіп алып, дастарханға жайып, аздап майлап жағып қоямыз. Міне қараңыздар, біздің лағманымыз дайын болды. Осындай болып шықты. Оңай, тез әрі дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балнұр. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.